Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын қытырлақ қаттама нанның ең оңай жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға ұнымызды салып аламыз. Одан кейін жылы судың үстіне 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Ұнның үстіне 2 ас қасық сұйық майды құямыз. Дайындап алған тұзды суымызды ұнымыздың үстіне аз-аздан құйып отырып, жұп-жұмсақ қамырлейміз. Қаттамаға қажетті заттардың барлығының мөлшерін төменге описанияға қалдырып кетемін. Сол жерден кіріп қарасаңыздар болады. Отбасыларыңыздың санына қарай мөлшерін азайтып, көбейтіп жасай аласыздар. Қамырымызды жақсылап жұп-жұмсақ қылып билеп алғаннан кейін целлофанға салып 15-20 минутқа бөлме температурасында қойып қоямыз. Міне нанымыз әбден тынды. Жаюға ыңғайлы болу үшін 2 бөлікке бөліп алдым. Ұнымызды сеуіп, жақсылап тұрып қамырымызды жұп-жұқа етіп жаямыз. Екі қамырымды да жұп-жұқа етіп жайып алдым. Енді осы жайған қамырға сары майды және де сұйық майымызды араластырып жағатын боламыз. Барлық жеріне жеткізіп бір келкі етіп жағып болғаннан кейін аздап ұн сеуіп жібереміз. Енді майымызды жағып ұнды сеуіп болғаннан кейін бағанағы жайған екінші қамырымызды үстінен қабаттап жаямыз. Ол нанның үстінен де майымызды жақсылап жағып шығамыз. Оқтаудың көмегімен дәл видеодағыдай орап аламыз. Және де дәл ортасынан пышақпен кесіп аламыз. Енді әр қамырды 2-3 қабаттан орап, дәл видеодағыдай орап шығамыз. Қамырларымызды дайындап алғаннан кейін целлофанға салып 15-20 минутқа морозильникке қатырып салып қоясыздар. Және де майы қата бастаған кезде ұнымызды сеуіп, орташа қалыңдықта барлығын бірдей жайып шығамыз. Қамырларымыздың барлығын жайып болғаннан кейін қызып тұрған майға 2 шетін қызартып қуырып аламыз. Дәл видеодағыдай қамырдың ортасын тесіп жіберуді ұмытпаңыздар. Вилкамен теспеген жағдайда қамырларыңыз ортасы үлкейіп дәу болып пісуге ыңғайсыздық тудырады. Барлығын 2 шетін бірдей қызартып қуырып аламыз. Міне достар, мен барлық қаттамаларымды 2 шетін қызартып қуырып алдым. Жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.